сәлеметсіздер ме? Телекоммуникациялар, жүйелер және желілерді құрастыру негіздері пәнінің байланыс жүйелері және антенналық құрылғылар тақырыбына арналған видеодәріс. Видеодәрістің авторы Кшалова Айгүл Әнзейіні. Орындаған ПО 092 тобының студенті Манышбеков Еркежан. Бүгінгі видеодәрісте қарастыратын сұрақтар келесідей. Радиобайланыстың жүйелері, ұялы радиобайланыс жүйесі, архитектураны және желіні құру принципі, антенді фидерлі құрылғылар. Қазіргі замандағы хабарламаларды жіберудің үш типін айрықшалап көрсетуге болады. Глобальды, территориалды, автономды. Жүйенің бірінші типінде абоненттер арасындағы интеграцияланған желілер, олар өзінде әртүрлі физикалық каналдар, радиотолқындық жерлік, радиотолқындық спутникті, космостық, жерлік кабельді, ал бастысы талшықты оптикалық. Мұндай глобальды байланыс желілері функциялық құрылымы бойынша әртүрлі қызмет түрлерін саны бойынша өте үлкен ұжымдарға және жеке абоненттерге жасайды. Алып отыратын аймағы бойынша тығыз орналасқан және техникалық. Міне осы глобальды желінің көмегімен интернет жүйесі де жұмыс істейді. Бұл жүйе дүние жүзі бойынша миллиондаған компьютерлер арасындағы ақпарат алмастырылуын жаңа технологиялы базасымен жасайды. 2006 жылы жер шарының кез келген жерінде радиобайланыс пен сандық ақпаратты жіберу мүмкіндігі туды. Бұл барлық жер шарын қамтып дүниежүзілік телефондық радиобайланыс пен сандық ақпаратты абоненттерге жіберетін спутниктік космостық радиобайланыстың глобальды жүйесі жасалды. Әртүрлі коллективті және индивидуалды тұтынушылар осындай глобальды жүйелер қызметтерін пайдаланып, өзінің ақпаратты қажеттіліктерін жер шарының кез келген елді мекенінде қанағаттандыра алады. Байланыс техникасындағы екінші бағыт бұл бір елді мекеннің, бір континенттің, белгілі бір географиялық районның тұтынушыларын ақпараттық қамтамасыз ету жерлік ұялы байланыстың жүйелері. Осыған мысал ретінде Мәскеу мен Мәскеу облысы арасындағы байланыс түрін көрсетсе болады. Мұндай территориялық байланыс жүйелері глобальдық жүйенің бір бөлшегі бола отыра, олармен байланыста болады. Байланыс техникасының үшінші бағыты бұл тұтынушылардың саны шектеулі, жабық автономды жүйесін ақпаратпен қамтамасыз ететін, байланыс белгілі бір мекемеге немесе шашыранға келетін өндіріс орындарының арасындағы байланыс. Мысалы ретінде, автотранспорттық ұйым коллективтік территориялық радиобайланысты жүйенің тұтынушылары ретінде екінші тип, немесе өзінің автокөлік пен автобустары бар жеке автономдық жүйесі үшінші тип. Осы екі жүйе түрін таңдау ақпараттық қызметтердің жинағына, жүйемен көрсетілген қызметтер бағасы мен сенімділігімен тікелей байланысты. Мысалы, ақпараттық инфрақұрылымның бағасы негізгі өндірісінің 5%-нан аспау керек. Ал бұл жағдай радиобайланыс жүйесінің түрін таңдауына әсер етеді. Басқа жағынан өндірісінің ерекшелігімен байланысты. Ақпаратын жіберу дұрыстығы 0,10,999 кем болмау керек. Бақыланатын объекттердің келеңсіз жағдайы туралы хабарлама бір мезетте жетуі керек. Ал бұл радиобайланыс жүйелерінің жаңа бір бөлек топтың құрылуына алып келеді. Үшінші жағдайда радиобайланыс жүйесі талап етілген ақпараттық қызмет көрсету ісін толық жасай алмайды. Мысалы, өзара әрекет ететін конструкциялық жүйелерді азайтуына алып келетін компьютерлік ақпараттың берілуін қамтамасыз етпейді. Радиобайланыс қолданысы бойынша әртүрлі түрлерге бөлінеді. Оның құрылуы және контактының орнатылу қағидасына байланысты оларды ретсіз, хаотикалық, сызықты, орталықтандырылған түрлеріне бөлінеді. Ретсіз хаотикалық немесе орталықтандырылмаған жүйе типінде әрбір абонент басқа бір абонентпен тікелей сөйлесе алады. Сызықтық жүйе типінде абоненттер арасындағы байланыс тізбек арқылы өтеді.
біреуіне кейін, біреуіне. Дәл осылай радиориялық байланыс жүйесі жұмыс жасайды. Мұнда ақпарат тізбекпен тартылған ретрансляторлар арқылы бірнеше мың километрлерге созылып жатады. Орталықтандырылған жүйеде байланыс әрбір абоненттің келесімен абонентпен байланысы жалпы түйін арқылы орнатылады. Бұл түйін орталық түйін деп аталады. Абоненттер арасында тікелей байланыс болмайды. Тек қана өзінің сигналын орталық түйін арқылы өткізіп қана басқа абоненттермен байланысуға мүмкіндік береді. Орталық жүйе бірнеше деңгейден тұруы мүмкін. Терминалдар соңғы болған жағдайда терминалдың айналасында орналасқан абоненттер үшін база болып табылады. Осы орталықтандырылған екі деңгейлі базалық түйінді байланыс жүйесіне келесі суретте көрсетілген. Орталық жүйеге тағы спутниктік, космостық және ұялы байланыс жүйелері кіреді. Радиобайланыстың жүйесімен толығымен сипаттайтын оның параметрлері оларды мыналарға бөлуге болады. Жалпы, радиотехникалық және экономикалық. Жалпы параметрлерге жататындар қызмет көрсетілетін абоненттер саны, радиостанцияларды және радиоретрансляторларды жүйесіне кіретіндер саны, қызмет көрсетілетін аймақ, жұмыс істеу уақыты берілетін хабарламалардың түрлері, дыбыс, телекөрсетілім бағдарламалары, компьютерлік ақпарат, фиксимальды хабарламалар және басқалары. Оның радиотехникалық параметрлеріне жұмыс істеу диапазоны, радиоканалдар, байланыс тұрақтары және оларды өткізу сызықтарының саны, қолданылатын модуляцияның түрлері, шығарылатын дабылдардың спектрлері, радиотартқыштардың қуаты, радиоқабылдағыштардың сезімталдығы, антенналардың типтері және тағы басқалары. Экономикалық көрсеткіштеріне жүйенің абоненттері мен қолданушыларына көрсетілген қызметтердің бағасы, толық шығындар, эксплуатацияға кеткен қаржы және тағы басқалары. Радиобайланыс каналына көптеп қосылудың әдістері. Радиобайланыстың орталықтандырылған жүйесінде бөлінген диапазонның ішінде әртүрлі абоненттерден жүздеген немесе тіпті бірнеше мыңдаған хабарламалар алмасу керек. Бұл режим жүйеде топтық дабыл болып қалыптасатын, барлық қабылданатын және күшейтілетін дабылдардың суммасын құрайтын режим радиобайланысқа көптік немесе көп станциялық қосылу деп аталады. Көптеп қосылуда қабылдағыш орталық немесе базалық радиостанциядағы құрылғыға әртүрлі абоненттерге көптеп дабылдар келеді. Алдағы режимде радиостанцияның бір уақытта көптеген дабылдар тарататын радиотартқышы да жұмыс жасайды. Бір уақыттағы көптеген сигналдардың күшейтілуі режимінде радиодабылдардың ретрансляторлары да жұмыс жасайды. Әртүрлі терминалдардан ретрансляторлармен қабылданған радиодабылдар бір топтық жалпы дабылды құрайды. Бұл дабылдар күшейтіліп, басқа бір жиілікке жылжып, басқа диапазонда абоненттерге қайта таратылады. Кез келген радиобайланыстың каналына жалпы көптеп қосылу жүйесінде топтық сигналдарды құрудан бұрын мына екі талапты орындау қажет. Біріншісі, әртүрлі абоненттерден келген сигналдарды ажырата білуі және оны әрі қарай дұрыс бағыттап жіберуі. Екіншісі, дабылды күшейткенде немесе оны түрлендірген кезде араларында бөгет пайда болмас үшін өзара байланысу уақытындағы дабылдардың бір-біріне әсер етуіне жол бермеу. Байланыс каналына көптеп қосылудың тағы бір басқа әдістері абоненттердің жиілікті бөлінуі. Халықаралық атауы FDMA немесе Frequency Division Multiple Access. Абоненттердің уақытпен бөлінуі. Халықаралық атауы TDMA немесе Time Division Multiple Access. Абоненттердің кодтық бөлінуі. Және бұл халықаралық атауы CDMA немесе Code Division Multiple Access. Көп сәулелік антенна арқылы жазықтықта тарату аралас типтер. Ұялы радиобайланыстың жүйесі ұялы радиобайланыстың жүйесінің құрылуы қағидасы. Бұл жүйе қозғалыста болатын және белгілі бір территорияда, мысалы айталық 10-100 км аралығында орын ауыстыратын объекттер арасындағы радиотелефондық байланысты қамтамасыз етеді. Ұялы жүйелердің глобальды байланыс жүйелерімен спутникті космостық және кабельді жүйелермен жұмыс жасайтын болса,
Онда абонент жер шарындағы кез келген географиялық аймақпен байланыса алады. Жүйенің ұялы атауын алған себебі мынадай: қызмет көрсетілетін аймақтың барлығы да аздаған бөліктерге бөлінеді. Ал бұл бөліктер ұя деп аталады. Әрбір ұяда орталық түйінмен, радиоканалмен немесе кабельмен байланысты өзінің базалық станциясы орнатылады. Ішкі байланыс былай қамтамасыз етіледі. Абонент өзі орналасып тұрған ұяның базалық станциясына хабарласады. Ал ол болса, өз ретімен орталық түйін арқылы басқа базалық станциямен байланысты құрып, хабарласушы абонентті басқа кез келген ұяда орналасқан хабар алушы абонентпен байланыстырады. Мінекей, абоненттер арасындағы байланыс осындай тізбек арқылы жүзеге асады. А абоненті базалық станция, X орталық байланыс түйіні, базалық станциясы Y Б абоненті. Барлық байланыстар автоматты түрде орталық және базалық компьютерлердің бақылауымен өтеді. Ұялы жүйе жиілікті ресурсты экономды түрде қолдануға мүмкіндік береді. Себебі алдында алынған жиілікті басқа да ұяларда қолдануға болады, бірақ бір-бірімен жанаспайтын ұяларда қолдануға болады. Ұялы байланысты жасаудың бірнеше стандартты зерттелініп енгізілді. Соның ішіндегі біреуі NMT 450, яғни 450 МГц аралығындағы жиілікте қолданылады. Аналогты сигналдар жіберу үшін 900 және 1800-1900 МГц GSM стандарты сандық хабарламаларды жіберу үшін қолданылады. Радиобайланыс жүйесіндегі өндірістік орындардағы қолданысы. Қолданылуы оның негізгі қызметтері мен жүйенің құрылымы, заманға сай өндірістерді жан-жақты ақпараттық қызмет көрсету, ол мекемелердің әсерлі жұмыс істеуіне және жоғары рентабелденуінің талабы болып табылады. Ақпараттық қызмет көрсету түсінігі технологиялық процестердің өтуін бақылау, әртүрлі машиналар мен агрегаттарды қашықтықтан басқару, апатты жағдайлар туралы хабарлау, тіпті апатты жағдайлардың болуын болжап хабарлау, қашықтықтағы күзеттік дабыл өндірістік ұйымдар арасындағы оперативті ақпаратпен алмасу мүмкіндігі. Мұнда шешім көбіне бөлімшелері үлкен арақашықтықта шашыраңқы болып келетін өндірістерде ыңғайлы арақашықтықтағы жүздеген, мыңдаған километр арақашықтығындағы, ал өндірістік процестер тоқтаусыз технологиялық циклы бұзылмай жұмыс істей береді. Мұндай өндірістерге мысал ретінде мыналарды атауға болады: газ және мұнай ошақтары, мұнай мен газды тасымалдауда құбырлар, сумен қамтамасыз етілу мен суды қайта кері айдау, пайдалы қазбаларды өндіретін компаниялар, көмір, алтын, алмаз және тағы басқа үлкен көлемде рудниктер мен карьерлері бар компаниялар. Желінің негізгі элементтері бұл абоненттік жүйелер және ақпаратты жіберудің физикалық ортасы, тұтынушылардың жұмыс станциялары және коллективті қолдану құрылғысы, кейбір қолданбалы іс-әрекетті қамтамасыз ететін, сол немесе басқа өңдеудің жеткізудің түрі және маңызды қолданушылардың ақпараттарын көрсету үшін керек. Мысалы, үйдегі персоналды компьютерден, дербес компьютерден, сауда үйінен қажетті тауарларға сұраныс пен тапсырыс беретін тұтынушылар. Физикалық ортада бұл жерде цифрлық каналдардың жиынтығы көрсетіледі. Олар ақпараттың биттерін жіберуді қамтамасыз етеді. Бұлардың бірігіп әрекеттесу, ауысу кезінде, ақпараттың түрлену кезінде түрлі иерархиялық кезеңі болуы мүмкін. Бірігіп әрекеттесудің мінезі халықаралық регламент стандарты бойынша түрлендіріледі. 7 кезеңді модель, OSI моделі, бұл желі осы модельді қанағаттандырады және сол сияқты ашық жүйе болып табылады. Барлық қазіргі заманғы желілер ашық. Бастапқы байланыс тізбектер қарағанда қаралып отырған жұмыс станцияларының тек қана орталық ЭВМ-ге қосылған. Ашық жүйенің станциялары кез келген жүйелермен бірігіп әрекеттесе алады. Олар OSI стандарты бойынша орындалған. Ал бірігіп әрекеттесудің 7 кезеңді архитектурасы келесі функциялардың кезеңдерінен тұрады. Яғни, келесі бірігіп әрекеттесу протокол қосылу кезінде, мұндағы протокол ережелер мен форматтар жиыны бірігіп әрекеттесу элементтерін анықтайды. Сонымен, бірінші кезең физикалық. Ол интерфейсті физикалық ортада қамтамасыз етеді. 7-ші кезеңде қолданбалы. Бұл кезең қолданбалы әрекетпен интерфейсті қамтамасыз етеді.
Олардың арасында екінші, алтыншы кезеңдер тұтынушының қалған этаптарын физикалық ортаның беттерінен қолданбалы әрекетке өтуін қамтамасыз етеді. Каналды екінші кезең, қапшықтарды жиынтығы, кадрлар, желілі кезең, үшінші, блоктардың бірігуі, төмегі үш кезеңдер берілгендерді жіберу мен орын ауыстыруға жатады. Ұсынылатын алтыншы кезеңдер ақпараттарды көрсету формасын құрайды. Сурет шығару, белгілер, жолу және тағы басқалары. Сеансты, яғни бесінші кезең, қолданбалы әрекеттердің диалогын қамтамасыз етеді. Жоғарыдағы үш кезеңдер тұтынушылардың қосымшаларын қамтамасыз етеді. Төртінші транспортты кезең кезеңдердің төменгі және жоғарғы топтар арасындағы байланысын туғызады. Жүйелер арасында жедел ақпарат алмасуын ұйымдастырады. Физикалық ортаны нөлдік кезең деп атайды. Ереже бойынша АТС арасында қосылған түрлі желі типтері төменгі кезеңдерде жүзеге асады. Жоғары кезеңдердегі қосылулар желілер үшін жүзеге асады. OSI модельдері бойынша орындалмаған, олар басқа стандарт бойынша орындалған. Байланыс желілері үшін өз араларында интерфейсті құрылғылардың келесі түрлері қолданылады. Қайталаулар, яғни күшейткіштер мен регенераторлар, желі каналдарының ұзындығын жоғарылатады, олар нөлдік кезеңде әрекет жасайды. Коммутаторлар бірінші кезеңде қосылады. Көпірлер екінші кезеңде әрекет жасайды. Маршрутизаторлар үшінші кезеңде әрекет жасаса, көпірлер мен маршрутизаторлар қосылатын желілер мінезіне байланысты, олар көпір мен маршрутизатор функцияларын орындайды. Шлюздар жоғары кезеңдерде желілердің бірігуін қамтамасыз етеді. Кезеңдер нөмірлерінің өсуіне байланысты интерфейсті құрылғылар күрделенеді. Бұндағы эталонды модель параллельді жоба үшін ашық желілерді өзара байланыс үшін ыңғайлы зат болып табылады. Ол тек құрастырудың концепциясын анықтайды және стандарттардың арасындағы өзара байланыстар және ол стандартизация үшін түрлі жіберу сақтау және ақпаратты өңдеу сферасында база болып қызмет ете алады. Жүйе кезеңдермен орындалатын функциялар. Бұл қолданбалы ақпаратты ресурстардың көрінісі немесе сұранысы, қолданбалы бағдарламаларды басқару, ұсынылмалы көрініс интерпретация мәні, қолданбалы құбылыстарда бар ақпараттар, сеанстарды өткізу мен ұйымдастырудың қолданбалы құбылыстар арасындағы өзара байланыстары, транспортты ақпараттық массивін жіберілуі, кез келген әдіспен қолданылатын желілі ақпараттың бағыттаушысы мен коммутациясы, берілгендердің ағымдармен басқару канал біріктірудің құралғаны, орнатылған немесе бөлінуі. Сонымен, физикалық каналдардың физикалық, механикалық және функциялық мінездемелерін, телекоммуникациялық желілердің типтері, желілік құрылғының активті және пассивті біріккен жұмыстарын ұйымдастырудың түрлі әдістері бар, сондықтан да желінің классификациясының көптеген әдістері де бар. Желілерді конфигурациясы немесе топологиясы бойынша классификациялануға болады. Желілер географиялық өлшемдері бойынша глобальды және локальды болып бөлінеді. Глобальды желілер белгілі бір жерге байланысты 1-200 мыңдаған километрден астам аумақты алады. Ал локальды желілер бір немесе бірнеше ғимараттардың компьютерлер ресурстарын біріктіреді. Осы салада көптеген компьютерлік желілермен танысуға болады. Локальды желілер. Локальды желі кей жағдайда локальды есептеу желісі деп те атайды. Аз ғана аумақты көбінесе бір немесе бір-біріне таяу орналасқан ғимаратты алады. Көптеген локальды желілерді компьютерлер өзара байланыстырады. Олар бір-бірінен 600 метр арақашықта орналасады. Локальды желілер өзінің телекоммуникациялық каналдарына мұқтаж болады. Көп жағдайда орамды, жұп және коаксиальды кабель қолданылады. Локальды желілер бизнесте кең қолданыс тапты. Соның арқасында көптеген мекемелер өндірістің дамуына және басқарудың маңызды қосымшалары қолданылады. Осындай қосымшаларға көбінесе электронды почталардың барлық түрі, кәдімгі тексті, дауысты және видеопочта, теле және видеоконференциялар, интернет технологиялар жатады. Қазіргі кезде локальды желімен жабдықталмаған офистерді елестету өте қиын. Локальды желілер көп мекемелердің бағдарламалық қамтулары мен қымбат құрылғыларды біріктіре қолдануға мүмкіндік береді. Мысалы, локальды желімен байланыстырған бірнеше компьютерлер желіге қосылған
бір лазерлі принтермен қолданылады. Желілер коллективті жоспарлы қосымшалармен жұмыс жасау үшін, сонымен қатар бөліп есептеуді ұйымдастыру үшін қолданылады. Желісіз көптеген ұйымдарда интернетке бірігіп қосу мүмкін емес болады. Кейде ұйымдарда интернетке, яғни провайдерге, қызметтер тікелей тек бір компьютер ғана қосылады. Басқа компьютерлер қолданылатындар әлемдік желімен жұмыс істеу үшін шлюз қызметін атқаратын компьютерге тұтынушылар атынан интернетке сұраныс жіберетін арнайы бағдарламалық қамту орнатады. Миландағы бөлім локальды желіні электронды почтамен айырбастау үшін, сонымен қатар тексті және графикалық ақпаратты бірігіп өңдеу үшін қолданылады. UTP-5 кабель базасына құрастырылған кабельді жүйе өзара бірнеше концентраторларды байланыстырады. Олармен 200-ден астам компьютерлерді қосады. Желіде мықты жүйелі блок пен сыйымды қатаң дисктері бар сервер қолданылады. Олармен қатар жұмыс станциялары мен персоналды компьютерлер Olivetti қолданылады. Ар офисте желілік лазерлік принтерлер орналастырылған. Түнде ғимаратта жұмыскерлер болмағанда, барлық маңызды ақпарат көшірудің резервті жүйесімен көшіріледі. Сервердің ішіндегі біреумен қамтылған, ол өте маңызды ақпараттарын жоғалудан сақтайды. Интернетке бір ғана компьютер арқылы ғана қосылған мекемелер бар. Олар шлюз тәрізді компанияның локальды желісі мен оптоволоконды канал арасындағы интернет провайдермен жұмыс істейді. Интернетпен үздіксіз байланыс арқасында Миланның бөлімшесінде корпорациялар кез келген сәтте мейнфрейммен байланыс орната алады. Ол Туриндегі корпорацияның ғимаратының штаб-пәтеріне орналасқан. Локальды желілердің түрлері барлық қазіргі заманғы локальды желілер негізгі екі түрге бөлінеді. Яғни бір рангілі және орталықтанған басқарумен. Бір рангілі желіде peer-to-peer network дейді ағылшын тілінде, барлық компьютерлер бірі-бірімен бір ережеде, әрбір компьютер серверде клиентте бола алады. Әрбір компьютер тұтынушысы өз еркі қандай ресурстар жалпы қолданыстарға және кімге берілетіні. Бір рангілі желідегі компьютерлер жұмыс топтарын ұйымдасады. Бір рангілі желілер үлкен емес, ережесі бойынша 2-ден 10 компьютерге дейін. Мұндай желіде көбінесе қайта келтірулер мен қауіпсіздікті бақылайтын адам администратор, network администратор болмайды. Қауіпсіздік политикасы, security policy, ол қайта келтірулер жиынтығы. Олар жалпы ресурстарға қол жеткізуде тұтынушылардың құқықтарын анықтайды. Бір рангілі желіде әрбір тұтынушы өзінің жеке қауіпсіздік политикасын жүргізеді және қалайша басқа тұтынушылар оған тиесілі жалпы ресурстарды қолданатынын анықтап отырады. Жұмыс топтарына жаңа компьютерлерді қосқанда, олар қиын басқарылатын болады. Себебі қауіпсіздік политикасын басқару орталықтандырылған. Мысалы, желіде 7 компьютер міндетті түрде 7 жеке қауіпсіздік политикасын енгізу қажет. 7 тұтынушының жұмысын қолдау үшін. Бір рангілі желіде әрбір тұтынушы өзінің жеке қауіпсіздік политикасын жүргізеді, ал ол желіні ірілендіру шегі бойынша басқаруды біршама қиындатады. Орталықтандырылған басқару желілеріне желі тұтынушылар үшін қауіпсіздік политикасы жалпы болады. Microsoft Windows операционды жүйесі 2000 желілі құрылым, ол сервер мен тұтынушы компьютерлерден тұрады. Домен деп аталатын бірігіп қолданылатын жалпы қауіпсіздік политикасы бар. Домен қауіпсіздік политикасынан басқа ол тұтынушы бюджетінің құжат базаларын сақтайды. Тұтынушы бюджет желідегі тұтынушыны анықтайтын ақпаратты сақтап тұрады. Бұл ақпарат тұтынушының аты мен паролін желіде тіркелу үшін талап етілетін құқығы мен тұтынушыға жүйемен және ресурстарға қол жеткізуін қамтамасыз етуді. Тұтынушы желіде тіркелгенде аутентификация процесі жүреді. Тұтынушының тіркелген ақпарат тексеріледі. Сервер тұтынушы мен домен арасындағы өзара әрекеттерінің сұрақтары бойынша басқарылады. Сонымен қатар тұтынушы аутентификациясын жүргізеді. Ол доменді басқаратын немесе домен басқару деп аталады. Доменнің басқаруымен желі схема түрінде көрсетілген. Ол тұтынушы бюджетінің ақпаратын сақтайды және қауіпсіздік саясатын басқарады. Аутентификация процесін ұсынады. Орталықтандырылған басқару желісіне басқарылатын барлық тұтынушыға жалпы қауіпсіздік политикасын басқарады.
және тұтынушы бюджеттер жағында ақпараттарды жалпы құжаттар базасында сақтайды. Одан бөлек сервер доменнің басқаруы болып табылатын жалпы тұтынуға кейбір ресурстарды ұсына алады. Мысалы, дискті кеңістік аутентификация процесінде тұтынушы компьютеріне басқару доменіне желіге кіру үшін сұраныс жібереді. Домен басқарушы ақпаратты өңдейді және желіге кіруді растайды немесе растамайды. Осы жағдайда бірінші тұтынушы аутентификацияны өтті және енді желіде жұмыс істей алады. Ал екіншісі өтпейді, себебі оның тіркеудегі жазуы сөндірілген. Бір желіде бірнеше домен басқарушы болады. Олардың әрбіреуі тұтыну бюджетінің ақпаратын құжаттар базасын сақтайды. Негізінен бір доменде кем дегенде 2 домен басқарушы болған абзал. Егер оның біреу қатардан шығып келсе, үлкен желілерде бірнеше доменің болуы мүмкін. Кейде ірі компанияларда әр бөлімшеге өзінің жеке домені болады. Негізі кәсіпорынға доменді кіргізуі ережеге сәйкес 2 себеп бойынша көрсетіледі. Клиент санының көптігі мен желінің географиялық бөлінуі бойынша. Бірінші жағдайда желі өте ірі болуы мүмкін. Ол әрбір бөлімге өз бетімен желіні басқаруға мүмкіндік береді. Тура сол жағдайда, егер компания желісі көп аумақты алса, мысалы, бірнеше ғимараттар мен кейде қалаларда, сол сияқты желінің іріленуі кезінде желінің 2 доменге бөлінуін көрсетеді. Әрбір домен өз атына ие болғаннан кейін тек енгізу ғана қалады. Сонымен қатар, домендегі әрбір компьютер аттарға ие болады. Сондықтан, қандай да бір желіде компьютерге сұрау жіберу үшін домен мен компьютердің атын көрсету қажет. Доменге кіруші компьютерді есімдеу туралы келісім әртүрлі операциялық жүйелерде ерекшеленуі мүмкін. Соңғы уақыттарда интернетте қабылданған жүйелерді есімдеу соншалықты танымал болып келеді. Ол туралы келесіде айтамыз. Өндіріс желісіндегі сервердің рөлі ереже бойынша компьютер үшін желілік бағдарламалық қамтамасыз ету, серверден серверге көптеген әртүрлі бағдарламалардың енгізілуі, бақылауды қамтамасыздандыру, желідегі жұмыстарға мониторинг және сервердің өзіне диагностика жүргізумен ерекшеленеді. Кейбір серверлерде жұмыс станцияларында немесе орнатыла алмайтын қосымшалар орындалады. Мысалы, электрондық поштаның деректер базасын сервері немесе серверді қолданушыларға қызмет етуші сұрауларына байланысты корпоративті база деректерін немесе электронды хабарламаның жіберілуін орындаушы программалық бағдарламалық пакеттерді бекітеді. Мұндай сервер деректерді өңдеудің өз мүмкіндіктерін бірлескен қор ретінде ұсынады және қосымшалар сервері деп аталады. Компанияда әртүрлі түрдегі серверлер орнатылуы мүмкін. Ол сервер келесі кестеде көрсетілген. Сұраулардың орындалуына корпоративті база мәліметтерін қолдау және сақтау, электронды почта сервері пошталық хабарлама сақталуын электрондық пошталарға жіберу, прокси сервер интернетке тұтынушылардың сұрауларын орындалуы, файл сервер толық корпоративті ақпараттарды сақтау, басып шығару сервері құжаттардың басып шығарылуын басқару, факс сервер факсты беру және қабылдау. Кейде бір сервер бірнеше оған жүктелген жұмыстарды орындауы мүмкін. Мысалы, құжатты басып шығаруды басқару және тағы бір уақытта файл сервердің болуы. Желілердегі жұмыстарды домендейтін контроллерден бір доменге және серверді басып шығаруға қызмет көрсетеді. Ал почталық енгізу компаниясына жеке почталық сервер қажет болады. Желі өзара жинақталған ақпараттар объектілерінің белгіленгендер арасындағы байланысын айтамыз. Кез келген желі графпен сипатталады. Анықтамалармен сәйкесінше желіде объекттер сонымен қатар арасындағы байланыс сияқты анықталады және ұсынылады. Бірінші графаның биіктігі ұсынылған, ал екіншісі графаның қабырғасы. Желі оның формасына, яғни пішініне байланысты кейде торлы жүйе деп аталады. Қажетті жағдайда желі ішінде дамиды. Иерархия желісі мен иерархия желі үшін құрады. Желі құрылымы жүзеге асады. Беріліс деректерінің маршруты коммутация түйінімен формалданады және коммутацияланған желімен есімделеді. Біріккен ақпарат желісі халықаралық болып табылады. Телекоммуникациялық компьютерлік желі бір-бірімен байланысқан каналдармен
ретрансляционды және шеткері жүйелерді ұсынады. Физикалық желі көпшілікті өзара іс-әрекеті бір-бірімен ақпаратты жүйесімен және олардың каналдарын байланыстыруын сипаттайды. Логикалық желі тұтынушыға бір шама сияқты ұсынылатын бір немесе физикалық желі тобын айтады. Бірнеше желілер бірлескен жұмысының мүмкіндігін интероперабелдік деп атайды. Компьютерді желімен байланыстыратын құрылғы желілік адаптермен есімделеді. Дерек блоктарының желісі арқылы берілетін сигналдардың таралу уақыты желілік тоқтау деп аталады. Қажетті жағдайда желі ішінде дамиды. Иерархия желісі мен иерархия желі үшін құрады. Желі құрылымы жүзеге асырады. Маршруттағы желінің екі түрі бар. Деректерді маршрутизаторлау және деректерді селекциялайтын коммутативті желі. Шекараның орналасуына қарай локальды, аймақтық және глобальды желілер болып бөлінеді. Глобальды ол бір-бірімен аумақтық желілер өзара әрекеттесуші топтан тұратын және метажелілік деп аталатын желі. Олардың ретрансляционды желілерінің қайда орналасуына тәуелді, жиілік, стратосфералық және спутниктік желілер болып бөлінеді. Глобальды және аймақтық желі ортасында көбінесе жинақталған желі кездеседі. Көбіне тұрақты және мобильді желілер белгіленеді. Желінің негізгі екі түсінігі қалыптасқан: деректерді жіберу желісі және ақпараттық желі. Бұндағы көк рамкалармен белгіленген жүйелер біріншіге кіретін, ал сұр көк басқа ақпаратмен желі. Деректерді жіберу желісі деректер жіберу болып табылатын негізгі желі тапсырмалары. Коммуникациялық желімен сонымен бірге деректі тапсыру желісі алғашқы желінің негізінде жасалынады және берілуді деректерді өңдеудің кейбір түрімен қамтамасыз ететін ақпараттық желіге ядро болып табылады. Деректерді жіберу желісінің тапсырмасы болып, дерек блоктарын керекті мекен-жайға қателіксіз және бұрмалаусыз, сонымен қатар өз бүтіндігін жоғалтпай жеткізу болып табылады. Бұл желіде негіз болып, сонымен қатар шамадан тыс жүктеулерді сақтап қалу бойынша көп кезектер және буфер жүйесін қайта толықтыру операциясы болып табылады. Осы мақсатпен басқару потогы жүзеге асырылады. Ол үлкен өткізу қабілетіне ие және транзитті желі үшін қамтамасыз ету үшін арналған, соңғысы орташа жылдамдықпен жұмыс жасайды. Транзиттік шеткі желі ішілері қосылады. Оның тапсырмасы болып, деректерді жіберу желісі мен шеткі жүйелердің негізгі массаларының байланысы болып табылады. Сәйкесінше, бұл үлкен желілер үш негізгі желі түрінен тұратын базалық, транзиттік және шеткі желілер ассоциациялық түрінде құрылады. Көп хаттамалы транспорттық желілер пайда болды. Олардың құрылуы көптеген капиталдық қаржыны қажет етеді. Бірақ та кеткен қаржылық шығынды жұмыстың бұл желіде тез орындалуына байланысты ақтайды. Желінің жоғары жылдамдығымен ретрациялық кадрлар қамтамасыз етеді. Желінің жоғары жылдамдығымен сигналдардың берілу түрлеріне келесі көрінеді. Сенімділікті көп қажет еткендіктен және деректерді беру барысында желідегі қабілеттілерді жіберіп алудың өсуі сандық желіге көшуге алып келді. Ары қашықтыққа тәуелділігіне байланысты локальдық, аймақтық және глобальды желілерге бөлінеді. Мысал ретінде соңғысы интернет желісі болып табылады. Одан басқа кабельді және сымсыз желілер, сонымен қатар ұялы желілерде атап өтуге болады. Соңғы кездер белсенді желілер пайда болды. Деректерді жіберу желісінің базасы физикалық құралдарының байланысы болып табылады. Соның құрамында әртүрлі каналдардың түрлері қатысады. Желі негізгі параметр ретінде трафик деп аталатын дерекпен сипатталады. Жіберу қабілетін өсіру қажеттілігі технологиялық дерек коммутациясына өзгеріспен өтуіне әкеп соғады. Мультисервисті желілер арнайға ауысып өтеді. Мультисервисті желі кез келген түрдегі деректерді текст, сурет, дыбыс және жібер қамтамасыз ететін деректерді жіберу желісі. Қолданылудан өтіп ақпараттаналық сигналдарды жіберу барысында сандық сигнал деректің кез келген түрін ұсынатын және бірлік форматын құратын мүмкіндік ашты. Бұл жалпыны өңдеуге, олардың хаттамалар және деректерді жіберушіден қабылдаушыға тура сондай құрылғылар мен каналдарды қолдана отырып бағыттауға жол ашты.
Осының негізінде бірлік қолданбалы қызметтер тұтынушыларға әртүрлі мүмкіндіктер ұсынды. Нәтижесінде деректерді жіберу бағасы төмендеп, жіберу сапасы мен сенімділігі арта түсті. Мультисервистік көпфункционалды желінің құрылуы жай-жайлап ликвидациялық арнайы телефондық және телевизиондық желіге әкеліп соғады. Ақпараттық желінің басты тапсырмасы деректерді өңдеу болып табылады. Деректерді жіберу желі базасына тек бір ғана емес, бірақ ақпараттық желілер тобы құрылған. Ақпараттық желі жүйелері төмендегідей түрлерге бөлінеді. Абоненттік жүйелер, шеткі жүйелер. Ретрансляциялық жүйе, банктік жүйе, басып шығарушы жүйе, ақпараттық ізденіс жүйесі, музыкалық жүйе, оқыту жүйесі, маршрутизатор, көпір, интегралды коммутация түйіні, бумаларды коммутациялау жүйесі, каналдарды коммутациялау жүйесі және шлюз. Жүйе түрлері әртүрлі болып келетіндіктен, бірақ олардың барлығы сенімділік арқасында артықшылыққа ие. Жүйенің ресурстарды бөлуін жүзеге асыратын программа диспетчер құлыптар процестердің синхронизациялары мен қамтамасыз етеді және соңғылардың бір-бірімен блоктау кезінде жағдайды түзейді. Басқа жүйедегі болып жатырған бағдарламамен байланысты физикалық құрастыру құрылғылары арқылы жүзеге асады. Тұтынушыларға қолданбалы бағдарламалар терминалдар көмегімен іске асады. Соңғысы жүйе ақпараттық жүйенің бөліктері болып есептеледі. Маңызды функциялар шеттегілерге тапсырылады. Жеке жағдайлар барысында жүйенің кейбір бөлшектері қатыспауы мүмкін. Прототиптер жасалады, жүйенің негізгі ерекшелігі ретінде оның жұмысқа дайындығы және жұмыс тәртібі болып табылады. Ақпараттық жүйені синтездеумен айналысатын ұжым интегратор деп аталады. Әрбір ақпараттық жүйеге әртүрлі өндірісін компьютерлері, тіпті микрокомпьютерлерден суперкомпьютерлерге дейін кіре алады. Кез келген бұл жүйеден блоктық құрылымды қоса алғанда, бір жағынан автономды табандатқаны құрайды, ал басқа жағынан ол ақпараттық желінің бөлшегі болып табылады. Жүйелер бөлігінің байланысы және оған қосымша құрылғылар арқылы қосылу станция немесе адаптер көмегімен жүзеге асады. Жүйе, оның негізгі компоненттері, сол компоненттердің өзара іс-әрекеттерінің принциптері, оның архитектурасымен анықталады. Жүйедегі қажетті мәндер, оның қажетті кіру-шығару құрылғысы, уақыттың бөліну мүмкіндігі және әртүрлі қорек көздерінің қолдану ресурстарына ие болады. Ашық жүйе және нақты уақыт жүйесі желідегі оның жұмыс жасауын ақпараттық жүйенің үлгісін анықтайтын ұғымдары болып табылады. Уақыт және өңдеушінің зияткерлік еңбегіне үлкен үлесін қажет ететін жаңа жүйелер жасау күрделі мәселе болып табылады. Бұл салада көп мақсатты тілдер өңдеу, пішіндеу, жобалауды қамтамасыз ету, жаңа жүйенің верификациясы және талқылануы жүзеге асырылады. Жүйенің маңызды сипаттамасы тұтынушы интерфейсі, қолданбалы және аппаратты интерфейс болып табылады. Архитектура күрделі объект компоненттерінің құрылымын және өзара байланысын анықтайтын тұжырымдама. Объект болып жүйе банк деректері, қолданбалы үрдіс немесе басқа көп компонентті бөлімдер болып табылады. Архитектура объект модулін негізгі функциясын сипаттай отырып, оның компоненттерін орындайды. Ол логикалық, физикалық, сонымен қатар функционерлік объект қағидаларын қамтиды. Басқарушы объект тапсырмаларының ерекшелігі ретінде жұмыстың сенімділігі мен деректердің қауіпсіздігі есептеледі. Келесі қарастыратын сұрақтың бірі антенді фидерлі құрылғылардың негізі. Электромагниттік толқындарды қабылдау немесе сәулелендіруге арналған радиотехникалық құрылғыны антенна дейді. Радиотолқындарды қабылдау немесе сәулелендіруге байланысты кез келген радиотехникалық жүйенің маңызды элементі болып антенна саналады. Бұл жүйелерге жататындар: радиобайланыс жүйесі, радиохабар, телеарна, радиобасқару, радиорелейді байланыс, радиолокация, радиоастрономия, радионавигация және тағы басқалары. Конструктивті қатынас бойынша антенна сымнан металлды беткейден, диэлектриктерден, магнитодиэлектриктерден құралады. Антеннаны тағайындау қарапайым радиопения бойынша түрлендіріледі. Жоғары жиілікті электромагниттік қисықсыздықты пайдалы сигналмен,
модульдермен құрылған тасымалдау антеннасы электромагниттік толқынға ауысады және кеңістікке шағылысады. Кәдімгі электромагниттік тербелістер антеннаға жібергіш ақпарат арқылы жанама, яғни қоректендіру линиясы көмегімен электромагниттік толқындар тарату линиясы, яғни жүзеге асырылады. Фидер өзегінде өзімен байланысқан электромагниттік толқындар еркін кеңістікке таралған. Электромагниттік толқынды антеннаға түрленеді. Қабылдау антеннасы еркін радиотолқындарды аулайды және фидердің көмегімен қабылдағышқа жалғанған толқындарға түрленеді. Антенналардың кері қайту принципіне сәйкес тасымалдау режимінде жұмыс атқарып отырған қабылдау режимінде ауысқанда антенна өз қасиетін жоғалтпайды. Олардың жалпы көрсеткіштері туралы қысқаша түсінік айтатын болсақ, антеннаның бағытталу қасиеті бағытталу диаграммасымен сипатталады. Сандық бұл қасиеттер мынандай көрсеткіштер бойынша бағаланады: бағытталу диаграммасының ені, бейіп күлтелерінің деңгейі, бағытталу әрекетінің коэффициенті және тағы басқалары. Генераторға және фидерға жүктеме ретінде сипатталған антеннаның кіреберісіндегі қарсыласу қасиеті маңызды көрсеткіш болып табылады. Антеннаның кіреберісі қарсыласуын антеннаның қоректендіру нүктесінің сол жердегі нүктелерден тоқ арасындағы кернеулік қатынасын айтамыз. Егер де антенна сулы толқындыда қоректенсе, онда кіреберісі қарсыласу сулы толқынды трактідегі көріністермен байланысады. Жалпы жағдайда кіреберісі қарсыласу кешенді көлем жүгірмелі режимге жақын қамтамасыз ету үшін фидерлі трактінің толқынды қарсыласуымен немесе генератордың шыға беріс қарсыласуымен келісімді болуы шарт. Антеннадан шағылысатын қуат антенналық қоректендіретін өзектегі тоққа байланысты. Мұндағы антеннаның белсенді кіреберісін құрайтын қарсыласу шығыны болмаса, бұл шағылысудың қарсыласуы. Берілген анықтама сымды антеннаға тиесілі. Антеннаның негізгі көрсеткіші болып, жиілікті жұмыс жолағының ені саналады. Антенна көрсеткіштері бағытталу сипаттамасы анықталған техникалық талаптарды қанағаттандырады. Антеннаның жұмыс жолағындағы көрсеткіштерінің тұрақтылығына талар әртүрлі болуы мүмкін. Олар антенна жұмыс жағдайына байланысты. Антенналарды әртүрлі белгілер бойынша жүктеуге болады. Диапазонды принцип бойынша, шағылыстырушы элементтер сипаттамасы бойынша, түзу тоқты антенна вибраторлары, антенналар ашық өзегі арқылы шағылысатын антенналар, радиотехникалық жүйенің түрі бойынша, радиобайланыс үшін арналған антенна, радиохабар үшін, телевизионды және тағы басқалары. Диапазонды жүктелуді ұсынамыз. Әртүрлі диапазонды толқында бір текті шағылыстыру элементтерінен құралған антенналарды қолданады. Дегенмен құрылымды орындау қабілеті әртүрлі. Оларға ұсынылған талаптар және осы антенналардың көрсеткіштері ерекшеленеді. Келесі толқынды диапазонды антенналарды қарастырғанда, радиобайланыс регламенті ұсынымы бойынша диапазон есімдері сәйкес келеді. Миллиметрлі толқындар тым ұзын деп аталады, километрлі толқындар ұзын деп аталады, гектометрлі толқындар орташа деп аталады, декаметрлі, яғни қысқа толқындар, метрлі толқындар, дециметрлі толқындар, сантиметрлі толқындар, миллиметрлі толқындар. Соңғы 4 диапазон ульта қысқа толқындар деген атауы біріктіріледі. Антенна торшалардың шағылысуы әлсіз бағытталған антенналар жүйесінің тәжірибені жиі талап етуде, сондай-ақ шағылыстырудың жоғары бағытталушылығын алу үшін қолдануға болады. Вибраторлар, солғын жүргіштердің ашық соңы және тағы басқалары. Белгіні кеңістікке жайғасқан және амплитудалар мен фазалардың ара қатынасын талап ететін тоқтар. Бұл жағдайда жалпы бағытталғыштық, әсіресе шағылыстырушылардың саны көп болғанда, барлық жүйенің негізгі габариттік өлшемдері анықталады және ең аз дәрежеде жеке шағылыстырушылардың дараланған бағыттағыш қасиеттерін бұл санаулы жүйеге антенна торлар жатады. Кеңістікте бірдей орналасқан және биттегі ерекше шағылыстырушы элементтер жүйесін антенна торлар деп атаймыз.
Элементтердің орналасу тәртібіне қарай түзілі, беткейлі және көлемді торшалар болып бөлінеді. Соңғылардың арасында түзу сызықты және жалпақ антеннді торлар кең таралған. Антеннді торлар орналасқан объекті пішіміне сәйкес шағылыстырушы элементтер шеңбер доғасы бойынша немесе қисық сызықты беткейде кейде орын алады. Қарапайым оның түзулігі антеннді торлар болып саналады. Шағылыстырушы элементтер торшаның осі ретінде бірдей қашықтықта тік орналасады. Фазалық орталықтар арасында қашықтық шағылыстырушылар арасындағы торша қадамы деп атайды. Басқа антеннді торлар типтерін талдау нәтижесін анықтау үшін қолданылады. Сәулені электронды бақылау антеннаның сигналдарды белсенді өңдеу құрылғысына айналады. Бұл форманы антенналардың ішінде кең таралғаны фазалық антенналық торша. Фазалық антенналық торшасындағы электромагниттік толқындарды басқарудың түрлі әдістерін қарастыруда көбінесе жағдай өткізгіштік көмегімен басқарылады. Жердің жасанды серігімен байланысты қамтамасыз ететін жоғары бағытталған антеннаны елестетейік. Бұндай антенна байланыс объектісіне дәлдеп бағытталған үшкірт фокустелген сәуледен тұрады. Жасанды серік арқылы көп каналды байланыс жүйесі және телеарна тарату жүйесі бар кеңес заманда қолданысқа енген. Орбита станциясының жер үстілік антеннасы мысал болады. Бұл антенна диаметрі 10 шақты метр болатын параболикалық рефлекторды құрайды. Байланыс объектісін өңдеу үшін және бұл антенна көмегімен радиоды қабылдау және радио бақылауды жүзеге асыру үшін барлық ауыр механикалық жүйені айналдыру қажет. Көбінесе байқағанымыздай, механикалық құрылым секілді сәулесі бар жерге бағытталған түрі керек емес. Керегі антеннаның беймеханикалық сәуленің қозғалысы немесе электронды сканерлеу. Берілген кеңістіктегі бұрышты тегістеп шығу антенна сәулесінің қозғалысы арқылы жүзеге асырылуын сканерлеу деп түсінеміз. Бұндай антенна тек жасанды серік байланыс жүйесінде ғана емес, сонымен қоса аэропорт аудандарында қозғалысты басқару жүйесінде керек. Ракетаға қарсы қорғаныс жүйесінде әлі күнге дейін электронды сканер бар антенналар маңызды рөл ойнайды. 90 жылдардың басында электронды сканері бар антенналар автомобильді коммерциялардың назарына түсті. Бұл байланыста осындай антенналар бұқаралық сұранысқа ие зат. Түрлі түсті теледидар немесе дербес компьютерлер секілді құрылғыға айналды. Қазіргі уақыттың талабына сәйкес электронды сканерленген антенналардың техникалық шешімі болып, түйіндерде электромагнитті толқындардың қарапайым шағылыстырулары орналасқан торша түрінде ұсынылмақ. Осы шағылыстырушылардың қоректендіру тізбегі осылай ұйымдастырылған, әр шағылыстырушыдан шыққан шағылыстар бір-бірімен когерентті байланысқан, сонымен қоса ол кезде берілген заңдылық бойынша шағылыстырушы толқындарының фазалық уақыты өзгереді. Шағылыстырушылардағы бөліп реттеу қызметінің өзгерісі берілген антенна сәулесін қорғаған мүмкіндік болады. Элементарлы шағылыстырушылар шағылыстыратын толқындардың фазаларын бөліп реттеуін басқаратын шағылыстырушылар торы фазалық антенналық тор деген атауға ие. Сонымен сәуленің беймеханикалық қозғалыста антенна термині электронды сканерлеуі бар, антенна немесе фазалық антенналық тор тәжірибелік түрде синонимдер когерентті шағылыстырушылар жүйесіндегі сәулелерді басқаруға болатындығын, шағылыстырушылардағы фазаларды бөліп реттеуінің өзгеріс жайлы идея бұрыннан белгілі. Беймеханикалық басқару диаграммалық бағыттағы антенна 1937 жылы трансатлантикалық радиотелефонды байланыс линиясы үшін құрылғады. Жоғары бағытталғандықтан емендедігіне орналасқан жазықтыққа сәулелерді қабылдау бағытын өзгерте алатын және сәулелердің келу бағытын осындай жолмен жүзеге асырылады. Бұл сәулелер ионосфера кескінде әлсіз келеді. Антеннаның бағытталғыш қасиетінің арқасында тек бір сәуленің кескіні ғана қабылдауы жүзеге асырылды. Не болмаса, кенеттен сигналдарын қатып қалуы төмендей бастайды. Бұл антенна өз алдынан ұзындығы 1,5 километр шамасындағы тігінен орналасқан аудандағы ромбикалық антенналар жүйесінен тұрды. Жекеленген ромбтар арасындағы тоқтарды фазалық қатынастардың өзгерісі бағытталғыштық диаграмманы басқару арқылы жүзеге асырылады. Ромбикалық антенналар жүйесіндегі сәулелерді басқару жоғары жылдамдықты қажет етпейді. Радиолокацияның дамуы өз алдында басында миллисекундпен кейінен
микросекундпен және микросекунд бөлшегімен өлшенетін уақыт интервалы ағымда антеннаның бағытталғыштық диаграммасы мен басқару тапсырмасын қойды. Белгілі жарияланымдардың шыққандарын талдауына қарасақ, 1955 жылы профессор Юровтың басқарылуындағы топпен Ленинградтағы электротехникалық институтын радиолокация қолдану үшін электронды сканері бар алғашқы антенна пайда болды. Құрамында фермитті элементтері бар фаза айналдырушылар көмегімен антеннаның бірнеше шағылыстырушыларындағы фазалық толқындарды басқару осы антеннаның әрекет принциптеріне негізделді. Дәл сол жылдары әртүрлі жиілікті электроникада темір қасиетіне ұқсас, жақын магниттік қасиеті бар құрамында темірі бар, металл оксидтері бар, диэлектриктер, ферриттердің кеңінен қолданылуы басталды. Электронды сканері бар антенналарын радиолокацияда қолдану жұмысы ақш-та да жүргізді. Электронды сканері бар антенналарын қолдану үшін феррит негізіндегі фаза айналдырушылардың алғашқы жарияланымы 1954 жылы соңында шықты. Ал антенналардың өзі 1956-57 жылдары мақаласы жарияланды. Электронды сканері бар антенналарын өңдеу мәселесі екі құрамды бөліктен тұрады. Шағылыстырушылардың санын талдау және орналастыру конфигурациясын таңдау, шағылыстырушылардағы электромагниттік толқындар фазасын басқаратын фаза айналдырушыларын өңдеу. Антенна өз алдында диэлектрикті шағылыстырушылар торынан тұрады. Аздаған ферритпен толтырылған 4 бұрышты кескінділері бар толқын жүргізушілерден құралған фаза айналдырушылары арқылы ғана өнетін аса жоғары жиілікті толқындары болады. Ферриттік салымдар электромагниттерді ауыспалы алаңда орналасады. Сыртқы магниттік алаң ферриттің магниттік өткізгіштегі өзгертеді. Толқындар таралатын органның магниттік өткізгіштігінің өзгерісі толқынның фазалық жылдамдығын өзгерту нәтижесінде талапқа сай фазалық бұрылыс болады. Электронды сканері бар антенна қалай құрылған? Бір өлшемді немесе екі өлшемді сканері бар антенналарды ажырата білу қажет. Немесе басқаша айтқанда антеннаның сәулесінің қозғалысы бір жазықтыққа және сәуле қозғалысының екі жазықтыққа бағытталды. Мысал болып, радиолокаторның антеннасын алуға болады.